Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 37-ші сабақ. Тақырыбымыз құрама фигуралардың ауданы. Бірінші есеп. 1 метр квадрат жерге 200 грамм бояу жұмсалады. Берілген пішіндегі еденді сырлау үшін қанша бояу жұмсалатынын тап дейді. Яғни бізге берілген 1 метр квадратқа 200 грамм бояу кетеді екен. Енді біз берілген бөліктерді бөліп алдық. А1, А2, А3 және ұзындығы енін және ауданын барлығын жазып алдық. Енді А1 бізде 7 метрге, мына бөлік. В1 3 метрге, В1 3 метр, яғни ұзындығы. А2 ұзындығы 7 метр, В2 2 метр. Енді А3 9 метр, А 9 метр. Енді бізде ауданын табу керек. Барлық ауданын табуымыз керек. Ол үшін барлық ауданға қанша бояу кететінін табуымыз керек. Ол үшін S тең S1 қосу S2 қосу S3, яғни ол дегеніміз мына бөліктердің жаңағы ауданы. Яғни бірінші бөлікті табу үшін біз S1 тең А1 көбейтілген В1. А1 дегеніміз бізде 7 метр көбейтілген 3 метр. Тең болады 21 метр квадратқа. Екінші бөліктің ауданын табу үшін А2 көбейтілген В2, яғни 7 көбейтілген 2 тең 14 метр квадратқа тең болады екен. Үшінші бөліктің ауданын табу үшін жақшаның ішінде А3 азайтылған 3-тен азайтамыз 2-ні, көбейтеміз А2 азайтамыз 4-ке тең болады 9 азайтамыз 3 азайтамыз 2 көбейтілген жақшаның ішінде 7 азайтамыз 4. Сонда 4-ті 3-ке көбейтеміз 12 метр квадратқа тең болады екен. Енді бізде S1 яғни бірінші бөліктің ауданы белгілі, бізде 21 метр квадрат. Екінші бөліктің ауданы 14 метр квадрат, үшінші бөліктің ауданы 12 метр квадрат болды. Енді жалпы аудан табу үшін бір-біріне қосамыз. 21-ге қосамыз 14-ті, қосамыз 12-ні, сонда 47 метр квадрат болады екен. Енді 47 метр квадратты көбейтеміз 200 граммға, яғни 1 метр квадратымыз 200 грамм, 1 метр квадратқа 200 грамм бояу кететін еді. Бізде жалпы осы жаңағы сызба бойынша осы жерді бояу үшін 47 метр квадратқа 200 граммнан 9400 грамм кетеді екен. 47 метр квадрат еденді сырлау үшін 9400 грамм бояу жұмсалады екен. Екінші есеп. Яғни екінші есепті шығармас бұрын мына ережеге көңіл бөлейік. Құрама фигуралардың ауданы оның бөліктерінің аудандарының қосындысына теңейді. Екінші есеп. Берілген өлшемдегі ауданға төсеу үшін қанша линолеум қажет? Бізде А1 60 дециметр. А1 60 дециметр, міне ұзындығы. В1 20 дециметр, міне ені. А2 50 дециметр. В2 30 дециметр. Енді бізде жалпы ауданды табуымыз керек. Жалпы ауданды табу үшін S1, яғни бірінші бөліктің ауданын, екінші бөліктің ауданын тауып алуымыз керек. Ол үшін жаңағы бірінші есептегідей формуланы қолданамыз. S1 бірінші бөліктің ауданын табу үшін В1-ді көбейтеміз А1-ге. Яғни бізде 20 көбейтілген 60 азайтамыз 30 тең болады. 20 көбейтеміз 30-ді тең 600 дециметр квадратқа. Екінші бөліктің ауданын табу үшін А квадрат көбейтеміз А2 көбейтеміз В2 тең болады 50 көбейтеміз 30. Яғни бізде екінші бөліктің ұзындығы 50 дециметр, ені 30 дециметр болды. Енді сол екінші бөліктің ауданын табу үшін 50 мен 30-ды көбейтеміз. Сонда 1500 дециметр квадратқа тең болады екен.
Енді бізде S1 бірінші бөліктің екінші бөліктің ауданы белгілі. Енді біз жалпы ауданды табуымыз керек. Жалпы ауданды табу үшін бірінші бөлік пен екінші бөлікті қосамыз. Бізде бірінші бөлік 1500, екінші бөлік 1500-ге және бірінші бөлік 600-ге тең болды. Сонда барлық аудан 2100 дециметр квадратқа тең екен. 2100 дециметр квадрат линоним қажет екен. Жауабы. Үшінші тапсырма. Тапсырманы орында. Берілген пішіндегі бөлмені жөндеу үшін қанша метр линоним қажет? Яғни бізде екі бөлік берілген. Осы бөлікке біз қанша линоним қажет екенін белгілеуіміз, яғни анықтауымыз керек. Ол үшін жаңағы формулаларды жазып аламыз. А1, яғни ұзындығы. А1-іміз бізде 3 метр. Міне. А 5 метр. Міне. Жалпы ұзындығы. В 2 метр. Міне В 2 метр. Енді аудан табуымыз керек. Барлық ауданды табу үшін біз S1 мен S2-ні тауып алуымыз керек. S1 А көбейтілген В, 3 көбейтілген 2 тең 6 метр квадратқа. Ал S2 А азайтамыз А1, көбейтеміз В-ны, бөлеміз 2-ге. Яғни бізде 5-ті азайтамыз 3-ке, көбейтеміз 2-ні, бөлеміз 2-ге. Сонда бізде болады 2 метр квадратқа тең болады екен. Енді бізде S1, S2, яғни бірінші, екінші бөліктің ауданы дайын. Енді жалпы ауданды табуымыз керек. Жалпы ауданды табу үшін 6 қосылған 2 тең болады 8 метр квадратқа. Жауабы 8 метр квадрат линоним қажет екен. Төртінші есеп. Кесте бойынша есеп құрастыр және шығар дейді. Бізде жылдамдық, уақыт, арақашықтық берілген. Осы бойынша кесте бойынша есептер құрастырамыз. Жылдамдық 5 км сағат, уақыт 2 сағат, арақашықтық белгісіз. Арақашықтықты табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. 5-ке 2-ні көбейтеміз 10 км. Велосипедші 2 сағатта 10 км жүріп өтті. Екіншісі бізде жылдамдық белгісіз, уақыт 3 сағат, арақашықтық 36 км. Жылдамдықты табу үшін бізде арақашықтықтан уақытты бөлеміз. 36 бөлеміз 3-ті тең 12 км сағатқа. Салт атты 12 км сағат жылдамдықпен 36 км жүрді. Үшіншісі 60 км сағат жылдамдық, уақыт белгісіз, арақашықтық 480 км. Яғни уақытты табу үшін арақашықтықтан жылдамдықты бөлеміз. 480 бөлеміз 60 тең 8 сағатқа тең. Пойыз 8 сағатта 480 км жол жүріп өтті. Үшіншісі, бізде 40 км сағат жылдамдығымыз, уақытымыз 5 сағат, арақашықтығымыз белгісіз. Енді табу үшін жазып аламыз. Жылдамдығымыз 40 км сағат, уақытымыз 5 сағат, арақашықтық табуымыз керек. Арақашықтықты табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. 40 көбейтілген 5 тең болады 200 км. Теплоход 5 сағатта 200 км жүрді. Енді бесіншісі жылдамдық белгісіз, уақыт 12 сағат, арақашықтық 480 км дейді. Арақашықтық 480 км, уақытымыз 12 сағат, жылдамдығымыз белгісіз. Жылдамдықты табу үшін арақашықтықтан уақытты бөлеміз. 480 бөлеміз 12 тең болады 40 км сағатына. Жеңіл көлік 40 км сағатына жылдамдықпен 480 км жолы жүріп өтті. Жауабы болады. Енді бесінші есеп. Контейнердің көлемін есепте. Оның ішінде ұзындығы 2 метр, ені 1 метр және биіктігі 3 метр өлшемдегі қанша қорапты сыйғызуға болады дейді. Яғни бізде контейнерлер берілген. Біріншісі ұзындығы 4 метр, ені 2 метр, биіктігі 3 метр. А1 бізде екінші оның
оның ішіне ұзындығы 2 метр дейді, ені 1 метр және биіктігі 3 метр өлшемдегі қорапты қанша қорап сыйғызуға болады? Соны бөлуіміз керек. Бірінші жаңағы көлемді, контейнердің көлемін тауып алуымыз керек. Сосын барып жаңағы қанша жаңағы осы контейнерге қанша қорапты сыйғызуға болатынын есептейміз. Бірінші көлемді табу үшін біз ұзындығын, енін, биіктігін көбейтеміз. 4 көбейтеміз 2 көбейтеміз 3 тең болады 24 метр кубқа. Бұл контейнердің көлемі. Енді қорапты тауып алайық. Қорапты табатын болсақ, 2 ұзындығы, ені 1, биіктігі 3, яғни жалпы көлемі 6 метр куб болады екен, қораптың көлемі. Енді П тең В бөлу В1 тең 24 бөлеміз 6-ға, яғни осы контейнердің көлемінен қораптың көлемін бөлеміз. Сонда 4 қорап. Контейнердің көлемі 24 метр куб, оның ішіне 4 қорап сыяды екен. 6-шы есеп. Ұзындығы 84 метр сым темірдің біреуі екіншісінен 5 есе ұзын болатындай етіп 2-ге бөлінді. Әр бөліктің ұзындығын тап дейді. Яғни бірінші бөлік белгісіз, екінші бөлік 5 есе жаңағы ұзын. Барлығы 84 метр. Теңдеу құрамыз x қосамыз 5 қосылған x көбейтілген x тең 84. Яғни 84 болады. 6 көбейтілген x тең 84. X тең 84 бөлеміз 6-ға. X тең 14 метр. Бірінші бөлік бұл. Ал екінші бөлікті табу үшін 5 көбейтілген x тең 14 көбейтілген 5 тең 70 метр. Бұл екінші бөлік. Сонда жауабымыз бір бөліктің ұзындығы 14 метр. Екінші бөліктің ұзындығы 70 метрге тең екен. Ал 6-шы есептің әсі тиісті сандық деректерді таңдап алып, осыған ұқсас есеп құрастыр дейді. Дәл бірінші есеп сияқты, екінші есепті өзіміз құрастырамыз. Санды өздеріңіз қойсаңыздар болады. 7-ші есеп. Тапсырманы орында дәптеріңе жер учаскесінің планын сыз. Саяжай иелерін нүктелермен белгіле. Жер учаскесін саяжай иелеріне теңдей бөліп беру керек. Әрбір торкөз бос немесе саяжай иелері бейнеленген торкөздер 1 сотық жерді білдіреді. Жер учаскесін торкөз шекаралары бойынша бөлу қажет. Бөліп берілген әрбір аумақ ішінде саяжай иесі болуы тиіс. Әр саяжай иесінде қанша сотық жер бар? Яғни барлығы 32 сотық, саяжай иесі 8. 32-ні бөлеміз 8-ге тең болады 4 сотық. Әр саяжай иесінде 4 сотық жер бар.